көтермей жатса да простатит, мүшесі тұрмай қалса да простатит, мына дәріні шеше салсаңыз простатиттен арыласыз. Атқа отырсаңыз простатит кетеді. Сол көрпешелерді ала қалсаңыз простатиттен жазылып кетесіз. Құлан таза аяқ кетесіз. Жаңағы тұрақты жыныстық қатынастың пайдасы жаңағы простатаны массаж жасағанға, жаңа жылқыға отырғанға, неше түрлі көрпешеге отырғаннан әлде қайда пайдалырақ та. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалайсыздар? Ерлер денсаулығына арналған YouTube каналыма қош келдіңіздер. Егер ерлер денсаулығы жайында пайдалы ақпараттар алғыларыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, төмендегі колокольчикті басып қойыңыздар. Бүгінгі тақырып біз простатит жайында айтатын боламыз. Простатит дегеніміз ол қуық асты безінің қабынуы. Оның себептеріне келетін болса, қандай себептер бізде простатитке алып келеді? Көбінесе ол қазіргі кездегі мынау кездейсоқ қатынастардан жұғатын, жыныстық жолдар арқылы жұғатын инфекциялар. Екіншісі ол иммундық жүйенің төмендеуі, қатты суықтап қалу, стресс, депрессия, тұрақты қатынасқа түспеу, қуық асты безіндегі секреттерін жиналып қалуы. Сол қуық асты безіндегі секрет жиналу арқылы егер адам стрессқа, депрессияға түссе, иммундық жүйе төмендеп кететін болса, оның қабынуына алып келеді. Қабыну кезінде қандай симптомдар болады? Бізде көбінесе, мысалы, жігіттер келеді, көтермей жатса да простатит, мүшесі тұрмай қалса да простатит, басқа да урологический любой бір урологқа барса, простатит деп диагноз қойып жатады. Сол үшін қандай симптомдары бар екенін простатиттің біз анықтап алу керекпіз. Ол простатиттің основной симптомдарының бірі ол кіші дәреттегі проблемалар, дизурия деп аталады. Яғни кіші дәретке шыққан кездегі дискомфорт, кіші дәреттегі шыққан кезде ауырсынумен шығу, қиналып шығу, күшеніп шығу, жиі шығу, қайта бару. Осы симптомдарының бәрі ол жаңағы простатиттің симптомдары болып келеді. Егер бұндай симптомдар мазаламаса, анализ тапсырған кезде зәр анализінде бак-посев секрет простаты тапсырған кезде, бак-посев спермы тапсырған кезде ешқандай микрофлора табылмаса, инфекция табылмаса, ештеңке мазаламаса, значит сізде простатит ауруы жоқ деген сөз. Ал жаңағындай симптомдар керісінше бар болса, кіші дәретпен проблема болса, жиі барып, күшеніп, қысылып, ауырсынумен баратын болсаңыз, онда ол простатиттің белгісі, яғни дәрігерге барып емделу керек деген белгі. Себебі оны емдемесе, ол ары қарай асқына береді. Ол ары қарай, мысалы, қабыну инфекция болатын болса, ол аталық бездеріне түсіп кетуі мүмкін, немесе ары қарай қуыққа өтіп, бүйрекке өтуі мүмкін, пиелонефритке алып келуі де мүмкін. Сол үшін бұндай симптомдар пайда болса, бұндай симптомдар мазалап жатса, онда дәрігерге барып анализ тапсырып, анализдің қорытындысы бойынша тез арада емделу керек. Ем жолдарын қалай жүргіземіз? Мысалы, қазіргі кезде байқасаңыздар, рекламадан өте көп мысалы дәрі-дәрмектер қаптап кетті. Мына дәріні шеше салсаңыз простатиттен арыласыз. Атқа отырсаңыз простатит кетеді. Жаңағы неше түрлі көрпешелер шығып кетті. Сол көрпешелерді ала қалсаңыз простатиттен жазылып кетесіз. Құлан таза аяқ кетесіз деген сияқты рекламаларды қазір өте көп көріп жатырмыз. Сол жайында айта кететін болсақ, мысалы, жылқыға отырудың өзі ол ауырған простатитті кетірмейді. Жылқыға отыру ол ерлер денсаулығына пайдасы бар, мен мойындаймын, ол пайдасы бар, бүткіл денсаулыққа пайдасы бар, бірақ ауырған адамға ол емдемейді. Ауырған адамды уже диагнозын қойып емдеу керек. Ал бағанағы атқа отырған кезде, мысалы, мускулус глютеус дейді, или жаңағы ягодица, мынау жамбас еті, ол үлкен, жаңағы аттың несі, үстіндегі сүйегі, омыртқа сүйегі, ол простатаға барып, оны езе алмайды. Сол үшін ол жаңағы простатитпен ауырған адам атқа міну деген ол болмайтын нәрсе. Дәрігерге барып емделіп алып, простатит болмас үшін атқа отырса болады.
Енді мысалы қараңыз, массаж жасап жатады, массаж простаты жасап жатады да. Массаж простаты жасаған кезде біз саусақ артқы тікішекке саусақ салу арқылы простатаны басқан кезде біз жаңағы мақсат простатаның ішіндегі секретті тазалау, секретті шығару да. Сол секрет жаңағы басқан кезде 1-2 капля секрет әрең шығады. Ал егер тұрақты қатынасқа түсетін болса, біз мысалы бір қатынаста бір оргазм алған кезде жаңағы шәует 3 мл, 2 мл шәует шығады. Сол үшін жаңағы тұрақты жыныстық қатынастың пайдасы жаңағы простатаны массаж жасағанға, жаңа жылқыға отырғанға, неше түрлі көрпешеге отырғаннан әлде қайда пайдалырақ та. Сол үшін біз простатитпен ауырмас үшін тұрақты қатынасқа түсіп отырған ол өте пайдалы екенін түсіну керекпіз. Иммундық жүйенің жақсы болу үшін мынау салауатты өмір салтын сақтау керек екенін түсіну керекпіз. Және жыныстық қатынаста мынау кездейсоқ қатынастардан аулақ болу керекпіз. Себебі жыныстық жолдар арқылы берілетін инфекциялар да простатитке алып келеді. Сол үшін осы жаңағы айтылып кеткен нәрселерден аулақ болатын болсақ, простата ауруымен біз ауырмаймыз, деніміз сау болады. Егер деніміз сау болғанын қаласақ, онда тұрақты жыныстық қатынасқа түсіп отыру керек. Жаңағындай төменде айтып кеткендей симптомдар мазалайтын болса, онда дәрігерге барып тезірек емделу керек. Егер дәрігерге барған кезде жаңағындай симптомдар сізде болмай, сізде простатит бар дейтін болса, ол жалған екенін түсіну керек. Ондай симптомдар жоқ болған кісіде простатит та болмайды. Анализдері бәрі таза болса, ешқандай симптомдар мазаламаса, значит ол кісіде простатит жоқ деген сөз. Жаңағы мысалы бедеулікпен, белсіздікпен барып емделген кезде сізде простатит бар деп диагноз қоятын болса, онда жаңағындай анализдерін көру керек, тексеру керек. Анализде бәрі таза болса, значит сізде простатит емес деген сөз. Онда басқа себептерін, жаңағы бедеулік пен белсіздіктің басқа себептерін іздеу керек. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі видеоларда қандай пайдалы ақпаратпен бөліскенімізді қалайсыздар, оны комментарийға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде сол тақырыппен бөлісетін боламыз.